Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгінгі видеода мен Ланай және бүгінгі видеода мен влог түсіретін боламын. Бұл влог не деп ойласаңыздар, бүгін менің Астана құттықтауында папамның туған күні 46-ға толады. Мен қазір өз үйімде емес, мен жездемдердің үйіндемін, тәтемдердің, жездемдердің үйіндемін. Кеше келген влог түсіргім керек еді, негізінде бірақ менің түсіргім келмеді. Сол үшін мен қазір жездемдердің үйлеріндемін. Вот, тәтемнің комнатасындамын. Бүгін еще тәтемдерге де той болады. Ал папам туған күні бүгін. Үйде емеспін, мен әдейі құттықтамадым, әлі папамды WhatsApp-тан болсын. Себебі үйге барып құттықтайын деп жатырмын кеште бәріміз. Ал ендеше мен влогымды бастаймын. Вот, достар, тәтемдердің комнатасы. Шкаф деппін ғой, кровать, тәтемнің шыққан несі. Тәтемнің төсектері. Мен бұл. Телефоным зарядкада тұр, міне. Зарядкаға қойып қойғам, зарядкасы толсын, бүгін влог түсіруге деген. Сол үшін зарядкаға қойып қойдым, влог түсіру үшін кезде зарядкаға қойып қойым мен телефонды. Мен сіздерге қазір бір нәрсе көрсетейін. Вот, тырнақ. Маникюр, педикюр де. Вот, обзор жасап кетейін осындай. Қай саусағыма тура келетін білмеймін, әйтеуір бір күні тағам болмай жүрген сюрприз түсіретін кезде тағып түсірсек болады. Осындай тәтем алды. Осындай, ой, мақтап саппын ғой. И вот осындай. Осындай. Осындай өте әдемі. Тәтем алып берді. Не болып қойғам, мына жерлері. Бағана мен ашып қойғам, себебі көргім келіп кетті, шыдамай. Осындай, мұнан мен езіліп тұр. Осындай менің даусыма мән бермеңіздер, себебі кішкене ауырып тұрмын. Абылай мен Аяланың. Аяла сәлем де достарға. Сәлем. Сәлем де. Сәлем дедік. Сәлем бет. Вот осындай, оларға обзор жасап кетейік. Бірінші осындай. Ол да тоже сондай. Бұл да тоже сондай. Екінші осындай. Үшіншісі деппін ғой. Бұл жерде бесеу екен. Суретері демеші сырғанақ күшті. Аяланың қандай ойыншықтары бар? Мені қыздар, мен жүріңіз көрсетейін. Осындай ойыншықтар бар екен, мынандай боянатыны. Осындай қоршаған, туған күні болды ғой, бұның күшті өтті. И помадасы. Помадасын уже бітіріп тастады. Жоқ, бар. Иә, бар. Мынаны бояндыршы. Бояндырмайды оны. Мынаумен бояндырсам, нақ боянбайды ғой. Сәлем достар, сәлем дедік. Күтеттіңдер кәдімде. Шықтым, тәтемдер тойға кетеді, ал мен таксиден түсіріп жүреді. Өзімнің үйіме барам, тәтемнің телефоны. Бүйтіп ашайық. Жаран көбейтейік. Тәтем простой емес қой бізде. Өй! Тосын паролін аша. Өстіп кіреміз. Не осындай, короче. Тәтем телефоны бұл бізде. Ал мен осым тәтемні күтіп отырмын. Үйге барамыз, папамды құттықтаймын, туған күнімен папамның туған күні. Жездемдер келетін шығар, жездемдер үйге келетін шығар. Қояйық өзінше олды. Мен уже үйден шығып сөйттім. Влог түсіре алмай қалдым, себебі таксиде 2 сағат күттік өйше. Оның ішінде адам толып тұрған, қысылысып тұрып отырып. Қазір мен үйге кетіп бара жатырмын, тәтемдер өздерінің кафелеріне кетті, тойларына. Наурызға. Ал мен үйге кетіп бара жатырмын. Папам туған күні, иә, бірнеше рет айттым ғой сіздерге. Достар, мен үйге жеттім. Бүгін жездемдер келетін шығар. Қазір түскі ас ішемін. Мен обедті ішіп болдым. Томнан қараңыздаршы. Обедті ішіп болдым. Енді мен ыдыстарды жуамын. Кетеміз ау шәуілдерге. Болмай кетті.
маникюрді жабыстырайын десем тырнақтарды. Мына клейін қараңыздар, шын есеп тастадым, төгіп тастадым ғой. Мынаны мен бұл жерде сепес сырым кебет. Қараңыздар, мынаған әдемі тырнағы маникюр. Енді бұны қалай істеймін, енді бір басқа клей де жоқ. Таңғалыққа мән бермеңіздер. Мен кеш болып кетті. Арада волейбол ойнап, кәдімгі ойынды магазинге барып істейді. Магазинге барып, істеп, арада волейбол ойнап сөйтіп, қазір жатырмыз енді. Назым достарға сәлем деп қойып, үй көрген жоқ, 2 күн болды. Менсіз. Достар, уже бізде сағат кеш болып кетіп, мен влог түсіруді ұмытып кетіппін. Мен зарядка дейін отырмын ғой, сағат 7-ден 35 кетті. Мен бір өлең жаттадым, папам арнап, сіздерге айтпайын. Ардағымсың. Қалай еді? Мен бір өздің алдында, камераның алдында мен негізі айта алмаймын, өлең ше айта алмаймын. Ардағымсың, әкетайым, асқарым. Короче, кішкене жаттау керек деп ойлаймын. Қонақтар келді үйге. Біз туғандығынан сайын қонақтар шақырамыз үйге. Аяқтан бүйтіп отырмын. Қонақтар дегенде енді ғайызалар келді, Назым сыныптасы келді. Жездемдер келсе екен. Қонақтар ет асты, соны міне біз жеп отырмыз. Қарасыздар, шайсыздар. Негізінде тиктоктан көріп қалдым да, харам праздник деп солай шығады ғой. Сол кезде туған күн шығады ғой. Қойшы день рождения деп. Вот қоламызбен қонақтары өздерінің дерзкий нелермен жеп отыр, стакандармен. Камерасы неге бұлдырып, бұл шығып жатыр, сол үшін камерасы бұлдырып кетті. Қалдым. Ой, мынау не үшін тұр. Тоқайсын, бағана телефон көріп отқанбыз екеуміз, ютуб көріп. Енді мына сары соқ үшін жатырмыз. Сарға сәлем деп қой. Мына жерде. Жоқ, екеуміздің каналымызды ашпайтын болды, мен ойымша солай. Біз үшеуміз отырмыз. Қонақтарға барып бізде бір нәрсе жеп келейік па? Жоқ, жатырмыз ба? Менсіз ба? Туған күніңізбен, туған күніңізбен, кесіп бөліп, фото түсіріп үлгермей қалдық қой, фотоға түсіріп үлгермей қалдық қой. Еще мен камерам бұлдырып қалған ғой дәл сол кезде. Тоқтай тұр, бәріміз бірге бастаймыз. Видеосын ұрлайын деп едім. Кімнің? Достар, шай ішіп, әйтеуір сөйтіп, тойып енді ойнай отырмыз. Короче, наушникті құлағына тақсам, дауысын шығарып, ана біреу сол наушникті құлағына я жоқ деп отыр керек, ана адам сұрақ қойып. Сен әкесің ба десе, я немесе жоқ деп сұрақ, сол ойынды ойнаматтар. Менің видеом аяқталды. Алдынша сау болыңыздар. Пока-пока. Түрімді көрсеткім келіп тұрған жоқ.